Талапкерлерimiz көрермендер мен қазылар алқасының алдында өздерінің бар өренін паш етті. Бәйге болған соң жеңген мен жеңілген анықталушы. Осынау ауыр жүкті арқалаған қазылар алқасы мәжіліс құрып, бір шешімге келгенше біз әнмен жырдың шоғын үрлей беретін боламыз. Республикалық байқаулардың жүлдегері, халықтық атағы бар Таңшолпан би ансамблінің орындауында ұлы дала күйіне қойылған би, қабыл алыңыздар. Қошеметтеріңіз.
Рахмет көп. Қошеметтеріңізді көрсетіп қойыңыздар. Сөз Қазылар алқасының төрағасы Зейліп Ақмарал Шырақбайқызына беріледі. Құрметті көрермендер, енді халықта шаршаған болған, мына келгенімізде осы зал толы еді. Барымен бүгінгі конкурстың қорытындысына көшейік. Енді мынау жаңа сөз басында, конкурстың басында айтып кеттім. Биылғы жылдан бастап облыстық конкурстарды, немесе республикалық конкурстарды аудан орталықтарында өткізуді жоспарлаған болатынбыз. Ар жағында түпкі мақсат, мынау облыста 39 клуб мекемесі болса, сол клуб мекемелерінің арасында ондағы қызмет жасап жатқан біздің қызметкерлердің, мамандардың, өнерпаздарымыздың мынау ауданаралық байланыстыру мақсатында осындай жоспарлаған болатынбыз. Бүгін биылғы жылдың алғашқы конкурсы Бейнеу ауданында басталып жатыр. Келесі апта 30 сәуір күні Түпқараған ауданы Ақшұқыр ауылында облыстық қазақ хандығының 550 жылдығына арналған ақындар айтысымен жалғасатын болады. Дүбірлі республикалық биыл Есір Айшуақ атында Айшуақ адамыз 175 жасқа толады. Оған байланысты республикалық күйшілер байқауы жатыр. Оны Маңғыстау ауданының басында өткізетін боламыз. Сол сияқты Қарақия, Жаңаөзен, Ақтау қалаларының барлығында биылғы жылдың конкурстарының бәрі осы қала аудан орталықтарында өткізілетін болады. Енді біріншіден мынау Бейнеу ауданының ең бірінші жақыныңды жаттай сыйлатып жатады. Өзіміздің базымыз бірден бір облыстағы ең үлкен клубтары көп ауыл бұл Маңғыстау ауданы, содан кейін мынау Бейнеу ауданы. Қазір 11 клуб мекемесі жұмыс жасап жатқан. Сондықтан мынау Бейнеу аудандық мәдениет үйіне, Бейнеу аудандық мәдениет бөліміне, оның басшыларына біздің бақыт пен ынтымаққа арнайы біздің облыстық мәдениет басқармасының атынан, ғылыми әдістемелік орталықтан, Қалаберді Қазылар алқасының атынан алғыс айтуға рұқсат етіңіз. Сонымен қатар бүгінгі іс-шараға барлық ауданның жастарын біріктіріп, жастар форумын ұйымдастырып жатқан Бейнеу аудандық әкімдігіне де алғысымыз бар. Енді осы жерде зал 200 орындық болатын болса, сол 200 адамның 400 орындық болатын болса, сол 400 адамның 800 көзі бар дейік. Сол халықтың ортасында біздің вокал ән орындаушыларымыз 16 қатысты. Мұнайлы ауданының 2 адамы келмей қалды. Белгілі себептері барша әншілер ауырып қалған. Қалған 16 әншіміз өз өнерлерін көрсетті. Өзен, Түпқараған, Қарақия, Бейнеу, Маңғыстау аудандарының биылғы жылғы бір ерекшелік, енді 16-ның ішінде бұрыннан топ жарып келе жатқан біздің Жанар сияқты термеден бүгін эстрадаға көшіп кеткен, бұрыннан қатысып келе жатқан Жарас сияқты, Өтешева Іңкәр сияқты балаларымызды айтпағанда, бүгін сахнаға алғаш тұсау кесіліп жатқан жаңа есімдердің шығуы бізді қуантып жатты. Сонымен бірге енді сазгер дейтін номинацияны бірнеше жылдан бері жариялап келе жатырмыз. Облыстағы сазгерлеріміздің саны жыл артқан сайын көбейіп келе жатыр. Былтырғы конкурсқа 8 сазгер қатысқан болатын болса, биылғы сазгерлер номинациясына 11 сазгерлер өздерінің еңбектерін, өздерінің әндерін ұсынды. Енді сазгерлердің бәрін біз заочно сырттай қарадық. Бұл сахнаға қатысуды міндеттемедік. Дей тұрғанмен, жаңа өздеріңіздің алдарыңызда сазгерлер өздерінің орындаушысын алып келген сазгерлеріміз болды. Сондықтан оларды тыңдауға тура келді. Сондықтан бүгінгі қатысқан барлық талапкерлерімізге, барлық үміткерлерімізге рахмет. Осы өздерінің бақтарын сынайын деп, өздерінің бар дайындықтарымен кейбір енді сайыс болғаннан кейін жаңа айтып кеттім, әрбір конкурстың ережесі болады. Ережеде тақпа-тұқ жазамыз, не орындалу керек екен, қандай орындалу керек екен. Тақырып Ұлы Отан соғысына арналады дедік, жеңіске арналады дедік. Кейбір сәттерде балаларымыздан қате кетіп жатыр.
енді оның орындаушыдан алға шығып жатқан орындаушылардан демек, оның орындаушылардың дайындаушылары да болады. Сондықтан барлық осы талапкерлер дайындаған орындаушыларға да рахмет айтамыз. Кейбір балалардың бойында кетіп жатқан қателіктер әрине сол дайындаушылардан болып жатады. Положениені алған кезде міндетті түрде қарап, екшеп, ақылдасып, түсінбесе біздің әдістемелік орталыққа соғып білуге тура келеді. Біліп отыруларыңыз керек. Сондықтан енді қазір байқаудың қорытындысын жариялаған кезде еститін боласыздар. Енді сазгерлерімізде барынша патриоттық рухта болу керек дедік. Кейбір сәтте біздің сазгерлеріміздің түсінбей қалған сәттері көп болған. Жаңа айттым, 11 сазгер қатысты. Оның алды осы соңғы жылда мен енді осы әдістемелік орталықта 5 жылдан бері келе жатсам, сол 5 жыл бойы қатысып келе жатқан сазгерлеріміз де бар. Сөйте тұра тақырыпты ашпаған сазгерлеріміз де бар. Оны байқау қорытындысында қазір көретін боласыздар. Сонымен енді бүгінгі байқау өз мәресіне жетті. Қорытындысын жариялауға рұқсат етіңіздер. Енді қай уақытта да бүгінгі конкурс алғыстан бастаймыз. Ол жеңістің 70 жылдығына арналған облыстық жеңіс жаңғырығы патриоттық әндер байқауында өнер көрсеткен үшін Отарбаев Сәбит Түпқараған ауданы марапатталады. Ақшалай сыйлық алғысы. Қошеметтеріңіз. Дәл осындай марапатпен Бейнеу ауданынан Жаңабаева Қанзада марапатталады. Ақшалай сыйлық. Қошеметтеріңіз. Өтешова Іңкәр Түпқараған ауданы марапатталады. Дайындаушысы бар шығар. Іңкәр дейтін бала талай республиканың сахнасын бағындырып, ақкөгер үшін басқа да конкурстардан талай орын алып келіп жүрген бала. Осы жолы конкурсқа әлде республиканың сахналарынан жеңілде қой деп жеңілде қалмай, Іңкәр бүгін әндердің бәрі сәтсіз шықты, оған ренжімейсің. Оны халықтан ойында өшкен. Дәл осындай марапатпен Сейдахметов Бекзат Түпқараған ауданы марапатталады. Шабыт вокалды тобым Қарақия ауданы. Қарақия ауданының дайындаушысына, шабыттың руководителіне сізге де ескерту, балаларды дайындасаң, әлде де сөйлесең, жақсы бағытта келе жатқан балалар, бірақ әлде де баланы дайындау керек, көп дайындау керек. Бекниязова Қарлығаш, Бейнеу ауданы марапатталады. Оспанов Дәурен, Қарақия ауданы. Оспанов Дәурен. Келесі марапат иесі Сейфуллина Ахмет, Бейнеу ауданы. Боранқұл елді мекеніне келген өнерпазымыз. Дәл осындай марапатпен 3-ші орын алған Бейнеу триосы, Бейнеу ауданы. Қошеметтеріңіз. Әншіден көрі жаңа дуэт жайлып кеттім. Бейнеу триосы да әрине кемшін тұстары көп. Сондықтан руководителінің қазір кім екенін білмеймін. Мына жерде балаларды бастаған екенсіздер, аяғына дейін жеткізіп, конкурс алдында распевка жасау, дайындау дейтін нәрседен қалыс қалдырмаңыздар. Таза маман, профессионал маман руководитель болатын болса, бұл балаларды біраз жерден алып шығуға болады. Тағы да 3-ші орын иегері Исақызы Сәуле, Қарақия ауданы.
иегері Нұрмұханова Жанар, Жаңаөзен қаласы. Гүлназ. Ынтымақ дайындау керек. Гүлназ дейді, видеоэнерго мекемесінің қызметкері. Бұл әнші емес негізі. Видеоэнергия қызметкері. Жақсы. Дәл осындай марапатпен екінші орын алған Әуезов Саламат, Маңғыстау ауданы. Маңғыстау ауданына замечание, Саламаттың руководителіне замечание. Атамекен әнді келістірмегенсіздер, және тақырыпқа сай емес. Одан басқа алып тұрып, бас жүлдені алып кететін болады. Сенің емес, руководительдеріне ескерт. Екінші орын иегері. Қожаевты Қазақстан қалай орындаған бүткіл зал куә болды. Екінші орын иегері Ізберген Жанкүміс, Қарақия ауданы. Жанкүміс молодец. Болашақта дайындаса, жалпы Қарақия ауданының бүгінгі дайындығы жаман емес. Бірден кеткен болған, Дәурен дейтін болған, жақсы қой. Болғаннан кейін сәл сәтсіздеу шықты, оған Дәурен ренжімейді. Бірақ Жанкүміс болашақта дайындаса, Қарақиядан келіп отқан руководитель кім? Жақсы, молодцы. Ұлы жеңістің 70 жылдығына арналған облыстық жеңіс жаңғырығы патриоттық әндер байқауында бірінші орын алған Танабай Болатбек, Түпқараған ауданы. Қошеметтеріңіз. Танабай Болатбек алғашқы конкурсы молодец Болатбек. Болатбекті дайындаса, әлде де қырласа, Түпқараған ауданы. Руководитель кім біздің келіп отырған? Болатбекті сынға салу керек, дайындау керек әлде. Талай конкурстардан сіздерге байрақ әкеліп беретін бала болады. Ұлы жеңістің 70 жылдығына арналған облыстық жеңіс жаңғырығы патриоттық әндер байқауында өнер көрсеткен үшін Шалабаев Қондыбай, Маңғыстау ауданы марапатталады. Сазгерлер номинациясын жариялатыр. Қондыбай біздің көптен бері патриоттық әндер конкурсына қатысып келе жатқан бірден бір облыстағы сазгеріміз. Осы конкурстың бас жүлдесінде алатын болған, бір енді жаңа конкурстың ережесін түсінбедігіндегі, бұл енді туған жер патриоттық дегенмен сөзіне мән берсеңіздер кішкене ықсыңқырап келді. Сондықтан Қондыбайды басшыларына ескертіп, болашақта жалпы әннің қатысатын әннің несіне, сөзіне мән беру керек. Рахмет, бірақ енді қатысқасын талай өсіп айттым, бұл конкурста Отпан тау дейтін әдемі әнмен, Сабыр ағасының жазған әнмен бас жүлдесін алған ағаларыңыз, інілеріңіз, Шалабай Қондыбай дейтін атақты республикалық жыршы, жырау, термешілер конкурсының талай жүлдесін алған жігіт. Соңғы кезде саңғызгерлермен айтып отырмын, Отпан тау дейтін әнмен осы конкурстың бас жүлдесін былтырғы емес, алдыңғы жылғы конкурсының бас жүлдесі. Енді биылғы әніне мен сөзіне басқа сөзім жоқ, бірақ тақырыпты ашпады бұл конкурсты. Алғын сағынған ба, қастастарын сағынған ба, алғашқы махаббаттарын сағынған ба, неде болса бір ақын мен өнер адамға біз ештеңе айта алмаймыз. Солай ма? Бұл да дұрыс. Дәл осындай марапатпен Байбатыров Қайнар Бейнеу ауданын шақырамыз. Талай конкурстарға бұйыртса қатысар, алда талай конкурстар бар. Сазгерлік номинация бойынша үшінші орын алған Нәдіров Бейсенбек, Маңғыстау ауданы. Бейсенбекте сазгер талай әндердің Маңғыстау туралы, жалпы Маңғыстау туралы, Маңғыстау тақырыбында жүретін біздің сазгеріміз бүгін жеңіс туралы жақсы ән дәметіп еді, неде болса тағы бір Маңғыстау туралы ән шығарып беріпті. Сол еңбегімен үшінші орынға иеленді Бейсенбек. Осыған ризамыз. Мен жаңа айттым ғой, мынау сазгерлердің номинациясын біздер сырттай бағаладық. Бүгін сазгер жігіттердің бәрі келген жоқ.
осымен бірге Таңатаров Ерлан дейтін жігіт қатысты Мұнайлы ауданынан 3-ші орынға ие болды. Тәуірбаев Жеңіс дейтін жігіт бар Мұнайлы ауданында сыбызғышы бірнеше конкурстарға қатысып келе жатқан. Бұл жігітте 3-ші орынға. Қибасова Сәуле дейтін қызымыз бар өзенде. Оның әнін Нұрмұқанға жаңа орындады, екінші ән Азаткүн 2-ші орын иеленді. Жангеров Амангеловның Қазақ елі Аида Байгелова орындап жүр, естіп жүрсіздер, 2-ші орынға ие болды. Ұлы жеңістің 70 жылдығына арналған облыстық жеңіс шаңғыры патриоттық әндер байқауында